Батыс Қазақстан облысында киіктерді қорғау айлығы өтіп жатыр. Жедел алдын алу шаралар аясында Орал популяциясына жататын дала жануарларының нақты саны анықталмақ. Талғат Серікқалиұлы әңгімелесін. Былтырғы есеп бойынша Батыс Қазақстан облысындағы Орал популяциясына жататын киіктердің саны 135 мыңға жеткен. Қыстың қатты болуына байланысты дала жануарлары көршілес Атырау облысының аумағынан пана тапты. Ал Қытымырғыздан қанша саман шықты, оны тікұшақтың көмегімен жүргізілетін санақ нәтижесі анықтайды. Санақ жұмыстарына Қазақстанның биоалуан түрлілікті сақтау қауымдастығының мамандары тартылады. Бұл жолы ғалымдар киіктерді әуеден барлап, нақты санын анықтауға күш салады. Ал зерттеу жұмыстары мамыр айында, яғни киіктер төлдейтін уақытта жүргізіледі. Әуелі көзбен шолып шығамыз. Әрине мыңдаған киікті дәл санап шығу мүмкін емес қой. Сондықтан кейін әуеден түсірілген фотосуреттерді де пайдаланамыз. Санақ нәтижелері алдағы айларда жіті зерделенеді. Нақты саны да сол кезде белгілі болады. Киік тұқымының дүние жүзіндегі 80% Қазақстанда. Сондықтан да осы айтып отырмын, жаңа үш қауым мал бар, 3 популяция. Орал популяциясы ең үлкен, ең көп, 135 мыңға жетті. Сондықтан да осы ары қарай оның санын да көбейтеміз деп отырмыз. Алдағы киік төлдейтін мезгіл біз үшін нағыз сындарлы кезең дейді мамандар. Сол кезде киіктерден қан алынып, сынамалар жүргізіледі. Әрине бөкен біткеннің басты жауы саналатын браконьерлер де қарап жатпайды. Мәселен, былтыр қаскөйлерге қатысты 40-тан астам қылмыстық іс қозғалған. Халыққа айтатынымыз, киік жануарына мүлде жақындамағандарыңыз дұрыс. Жалпақ тілмен айтқанда, қазіргі бір киіктің құны 3 миллионнан астам теңгені құрайды. Көбіне сұрақ қойып отырады. Мүйіз ұстап алсақ не істейміз, далада жатыр ғой, бос жатыр ғой деген сияқты. Ондай мезгілде де жақындамаған дұрыс. Өртеп көміп кетіңіз, не болмаса сол жерге учаскелік полицияны шақырып, сол акт толтырып тапсыруыңыз керек. Ол бір мүйіздің құны 1,8 миллион астам теңгені құрайды. Қазір Охотзоопром кәсіпорны қызметкерлерінің 5 қаруы сай десе болады. Арнайы құралдардың көмегімен олар өздері күзететін аймақты түнде де күндізгідей көріп бақылай алады. Дала жағдайына барынша бейімделген мынадай көшпелі көліктердің көмегі ұшан теңіз. Әр 15 күн сайын ауысып отыратын инспекторлар соңғы үлгідегі қару-жарақ пен бақылау құралдарымен қамтылған. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.